Мәжіліс сайлауында Нұр Отан партия шамамен қанша дауыс жинауы мүмкін? Ой, мыналар шешіп қойыпты ғой деп тағы бірдемені шығарады. Кем дегенде 6-7 мың адам, яғни ол тізімге кірмейді деген сөз. Күндегідей карантин жарияланатын болса, дауыс беру механизмі қалай жүзеге асады? Жаңа бірінің бірі жағасын жыртып, төбелесіп жатқанды да көріп жатырмыз ғой. Праймериз қаншалықты әділ өтеді дегенде күмән жоқ емес бар, көпшілікте жазып жатқандар бар Фейсбукте. Қатысушының партиялығы болу керек. Яғни Нұр Отан партиясының мүшесі болу керек. Әдемі жауап құтылып кеттік. Армысыздар, құрметті Бақ Кезет ақпараттық порталының оқырмандары, көрермендері, назарларыңызда Желмая жобасы және оның жүргізушісімен Мақсат Толықбай. Бүгін бізде қонақта Нұр Отан партиясының хатшысы Арман Қырықбаев Оразбайұлы, қош келдіңіз. Баяғыда Асан Қайғы Желмаясына мініп алып, елді жерді аралаған екен ғой. Қазіргі заманауи түрде көлік болып тұр. Қош келдіңіз. Рахмет. Енді қазір партияның ішінде жаппай праймеризге өтініш қабылдау басталғанын білеміз. Ол баста президент Қасым-Жомарт Тоқаев сайлаудан кейін ұлттық сенім кеңесін құрды. Бұл да сол сияқты бір халық пен биліктің арасын жақындатудың бір жолы ма? Нұр Отан партиясы қаншалықты өзгереді? Жалпы мақсаты не бұл праймериздің? Осыдан бастайықшы әңгіме. Енді бұған дейін де бірнеше рет айтылды. Жалпы праймеризді осы елімізде іске асып жатқан саяси реформалардың легі дейміз ғой. Солардың бір құрамдас бөлігі деп айтсақ та болады. Бұл негізгі мемлекет тарапынан емес, партия жағынан қабылданған шешім болғанымен, бұл барлық атқарылып жатқан шаралар бір-бірімен үндес. Ол жөнінде бұған дейін де айтылды. Негізгі мақсаты ертеңгі болатын сайлауда біздің депутаттық корпус дейміз ғой. Бұл жаңағы барлық деңгейдегі мәслихаттар және мәжіліс. Тұңғыш рет елімізде осы барлық өкілетті органдарға сайлау бір мезетте болатын болады. Ол елбасының уақытында қабылдаған 5 институционалдық реформалардың аясында іске асырылған пропорционалдық жүйеге толық ауысты мемлекетіміз, еліміз. Соның аясында жасалып жатқан шара. Сондықтан сол депутаттық корпустың неғұрлым сапалы болуын, сапалы дегенде қандай? Ең алдымен осы елге сөзі өтетін мейлінше. Елдің алдында беделі бар, жердегі проблемаларды жақсы білетін және сол проблемаларға қатысты өзінің ойын білдіре алатын. Айтары бар азаматтар дейсіз ғой. Яғни жаңағы атқарушы билікке талап қоя алатын және сол талаптың орындалуын қадағалай алатын сондай қабілеті бар азаматтардың келуін қамтамасыз ету. Енді дегенмен де бұл праймериз қаншалықты әділ өтеді дегенде күмән жоқ емес бар, көпшілікте жазып жатқандар бар Фейсбукте. Ертеңін өзіңіз айтып отырғандай ашық пікірін білдіріп, атқарушы билікті сынап жүрген азаматтар тізімге енбей қалып жүрмей ме? Енді бұл есіңізде болсын, праймериз дегеніміз не? Ол ағылшын тілінен аударатын болсақ, бұл алдын ала сайлау деген сөз, алдын ала іріктеу деген сөз. Енді бұл қазақша айтқанда дода. Дода болғаннан кейін ол жерде жеңіспен жеңілу қатар жүретін өзіңіз білесіз. Мысалы айтыстың өзінде де жаңағыдай үмітін үкілеп бір 40-30 ақын қатысатын болса, бірінші орынды болмаса екінші орынды соның ішінен бір 2-3 адам алады. Жаңағы гран-при бәрін қосқанда. Сол сияқты мысалы міне бүгін 6-шы күн праймеризге жаңағы қатысам деушілердің өтініштерін қабылдау жүріп жатыр. Біз елімізде 3300-ден астам депутаттық орын бар деп есептейтін болсақ, бүгінгі күннің өзінде ниет білдіргендердің саны 6500-ден асты. Қазірдің өзінде 6500-ден асты республика бойынша. Әрине бұл жерде жаңағы бәсекелестік болады, жеңетіндер болады және жеңілетіндер болады. Сондықтан енді алдын ала біз мен осы праймеризге қатысам дегеннің барлығы бірдей додадан өтеді деген ол енді ақылға сыймайтын нәрсе. Жастар қаншалықты белсенді болып жатыр? Жастардың белсенділігі өте жоғары. Біз енді өзіңіз білесіз, жастардың партиялық тізімдегі квотасы 20%-тен кем болмау керек деп қабылдадық қой шешімді. Ал бүгін қарап отыратын болсақ, соңғы мәліметтерге сәйкес 25-26
проценті именно жастар болды. Және әйел азаматтардың да белсенділігі жоғары. Егер біз олардың квотасы 30% болу керек дейтін болсақ, бүгінгі күні 36-37% ниет білдіріп жатқандардың осыншама үлес салмағы әйел қызығушылық бар. Қызығушылық үлкен, иә. Ал енді іріктеуге келейікші. Бұл праймеризге кімдер қатыса алады, кімдер қатыса алмайды? Праймеризге Жасы нешеден асу керек? жасы 20-дан асу керек. Жасы 20-дан асу. Да, жасы 20-дан асу керек. Ол енді заңның талабы. Өзіңіз білесіз, біздің елімізде мәслихатқа депутат болу үшін 20 жастан кем болмау керек азаматтың жасы. Праймеризге кез келген Қазақстан Республикасының азаматы қатыса алады. Біз о бастан мына праймеризге жалпы халықтық сипат беру үшін осындай шешім қабылдағанбыз. Ол елбасы тапсырмасымен. Бірақ қатысушының партиялығы болу керек. Яғни Нұр Отан партиясының мүшесі болу керек. Міндетті түрде. Міндетті түрде. Өйткені бұл партия ішілік іріктеу. Бұл мемлекеттік шара емес, бұл ең алдымен партиялық шара. Сондықтан біз осындай талап қойып отырмыз. Енді әлем елдерінің тәжірибесіне сүйенсек, әртүрлі праймериздар бар. Ашық дейді. Негізгі екі түрі бар, біреуі ашық, біреуі жабық дейді. Ашық деп айтады да, мысалы кейбір елдерде кез келген адам партиялық несіне қарамай қатыса алады. Жаңағы қай партияға жататынына қарамастан кез келген партияның праймеризіне қатысуға енді өздерінің талаптары бар, енді әр жерде әртүрлі, бірақ негізгі талабы осындай. Және кейбір мемлекеттерде дауыс берушілердің партия мүшесі болу болмауы міндетті емес. Біз енді соның бәрін елеп екшеп келіп, біз өзімізге Қазақстан Республикасына, біздің еліміздің жағдайына ыңғайлы деп шешкен осындай бір талаптарды жасадық. Яғни қатысатын адам партия мүшесі болуы тиіс. Бірақ егер ол бұған дейін партия мүшесі ол бұған дейін мысалы мен қатысадым делік, мен қазір Нұр Отан партиясының мүшесі емеспін. Әлі де кеш емес қой, егер қатысым келсе тіркелуге. Сіз барасыз, өзіңіздің өтінішіңізді бересіз, содан кейін 1-2 күннің ішінде партияның жарғысын мен таныстым, мен ондағы талаптардың бәрімен келісемін. Сосын партияның саяси доктринасы бар. Онда біздің құндылықтарымыз, мақсат, міндеттеріміз бәрі жазылған, айқындалып. Соларды бөлсем, мен олардың бәрін мойындаймын дейтін болсаңыз, және кем дегенде 2 адам сіз үшін кепілдік беретін болса, партияның қазіргі мүшелері. Осындай мақсат деген, осындай азамат, осындай ұстанымы бар, көзқарас біздің партиямызға пайдасы тиеді деп есептеймін дейтін болса, онда сіз партияның құрамына өтесіз. Сізге қолыңызға партбилет беріледі, одан кейін сіз толық құқыңыз бар праймеризге қатысуға. Енді бұл жерде бізде бөлінеді ғой. Аудандық мәслихат бар, облыстық мәжіліс. Оған жеке-жеке өтініш жазасың ба? Мен тек аудан мәслихатына түсем. Жоқ, біз механизмі қалай осының? О баста осы праймеризге қатысушы көпшілікке түрлі жаңағыдай бюрократиялық кедергілерді азайту үшін біз осының барлығын оңтайландырғанбыз. Сіз егер праймеризге қатысам дейтін болсаңыз, келесі сізге өтініш беріледі. Өтініште көрсетілген. Менің мақсатым мәжілістің депутаты болу, облыстық мәслихаттың, аудандық, қалалық деп көрсетілген. Сіздің қақыңыз бар. Сіз бәрін белгілей аласыз. Яғни барлығын бірдей белгілей аласыз. Барлығын бірдей белгілей аласыз. Болмаса ішінен біреуін немесе екеуін таңдап белгілей аласыз. Бұл неліктен олай жасалынып отыр? Бұл жаңағы қазақ айтпақшы шын мәніндегі 100-ден жүйрік 1000-нан тұлпарды анықтау үшін. Яғни бізде бірыңғай рейтинг болады. Мәселен, сіз Қарағанды облысынан түсіп жататын болсаңыз, Қарағанды облысындағы праймеризге қатысушылардың облыстық мәслихаттық деңгейінде, болмаса жалпы республикалық бәрін бірге алғандағы бірыңғай болады. Ал 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, яғни бастапқы деңгейдегі орындарды алған адамдар, бұл әрине, яғни ол халықтың ең көп сеніміне ие болған дегенді білдіреді. Сондықтан олар мәслихатқа немесе кем дегенде мәжіліске немесе кем дегенде облыстық мәслихатқа үміткер болуға лайық дегенді білдіреді. Одан кейінгілер, яғни өз ауданның деңгейінде қолдауға ие болған, бірақ жаңағы шама-шарқы сондай жоғары республикалық облыстық деңгейге жетпейтіндері аудандық немесе қалалық жергілікті мәслихаттарға үміткер бола алады деген сөз. Ал енді дауысты кімдер береді? Дауысты беретіндер Нұр Отан партиясының сол тиісті аймақтағы, аудандағы, болмаса қаладағы мүшелер. Оның ішінде мұғалім, дәрігер барлығы кіреді? Оның ішінде бәрі кіреді. Мұғалімі бар, дәрігері бар, мемлекеттік қызметкері бар. Енді түрлі санаттағы өзіміздің Қазақстан Республикасының азаматтары.
Енді денсаулық сақтау министрлігі айтып жатыр, жылдың соңына дейін 2,5 миллион адам вируспен ауыруы мүмкін, үшінші толқын басталуы бәлкім ықтимал деп жатыр. Егер дәл сондай өткендегідей карантин жарияланатын болса, дауыс беру механизмі қалай жүзеге асады? Партия басшылығының тапсырмасымен біз арнайы онлайн қосымша әзірледік. Бүгінгі таңда ол дайын. Егер жаңағы Play Marketті немесе App Store'да ашып қарайтын болсаңыз, оны өзіңіздің телефоныңызға тегін жүктеуге болады. Өте оңай қолдану механизмі. Сіз жаңағы жүктеген қосымшаны қосасыз, сосын кейін өзіңіздің ИИН дейді ғой, әлеуметтік кодыңызды енгізесіз, сосын кейін ол сізге сіздің жаңағы телефоныңыздың партияның базасында бар жоғын, сіздің аты жөніңіздің жазылған жазылмағанын тексереді, сізге жауап береді. Осындай да осындай, сіз партия мүшесі екенсіз, сіздің кодыңыз мынандай деп. Сосын сіз кодты тағы жібересіз SMS арқылы. Ол не үшін жасалынған? Біреудің телефонын алып, біреу үшін дауыс бермеу үшін жазылған. Сөйтесіз, сосын кейін ол бәрі ашылады, ішінде бәрі көрсетілген. Сіздің қай партияның бастауыш бөлімінде тұрғаныңыз, сол бөлімнің адамдары қай жерлерге дауыс бере алады, дауыс беруге үміткерлер кім, осы праймеризге қатысып жатқан деп алдыңыздан барлық ақпарат шығады. Сол үміткерлердің мәселен жаңағы 100 үміткер болса, сіздің хақыңыз, сіз 100-үне де дауыс бере аласыз. Жоқ, 100-үне емес, біреуіне ғана дауыс беремін деп айтыласыз. Үшеуіне, төртеуіне, бесеуіне. Осылайша жаңағы үміткерлердің ішінен ең мықтысы анықталады. Осы праймеризм біздегі о баста бастама көтерген идеяның авторы кім? Енді біздің партия барын білеміз бұл тәжірибе. Бізде де осы партияның ішінде өткізсек қалай болады деген сияқты. Бұл енді негізінде партиялық қазіргі партиялық менеджменттің идеясы деп айта аламын. Бұл жаңағы қазіргі әлемдегі болып жатқан оқиғалар, көршілес елдерде, мұхиттың арғы бергі жағында болып жатқан оқиғалар, тәжірибенің бәрін ескере келе, халықтың арасында осындай бір сұраныс бар екенін, жаңағы халық өзінің депутаты кім екенін білу керек деген соны қамтамасыз ету мақсатында жалпы партияның менеджменті ұсынған идея деп айтсам болады. Партияның көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қалай қабылдады? Негізінде ол кісі о баста тапсырма берді ғой өзі. Партия халыққа жақын болу керек. Соның нақты механизмдері, тетіктері анықталу керек. Ең алдымен партия халық пен биліктің арасындағы дәнекер болу керек деген осындай идеядан туындады бұл. Әрине ол кісі бұны толығымен жаңағы әрі қарай жаңағы детальді механизмдер дейміз ғой. Ол кісі негізі өте жетік қадағалап отыр. Жалпы ұлттық мәселе ретінде көңіл білдіріп, көңіл аударып отыр ол кісі. Айтпақшы енді партия мүшелері кімге дауыс беретінін білу керек қой. Бұл кандидаттар ертең бағдарламасын қалай қорғайды? Әлеуметтік желі арқылы ма, әлде аралай ма? Одан деңгейінде, облыс деңгейінде. Бұл енді мына агитация жасау мерзімі 7 қыркүйектен басталады ғой. Әрине мына қазір өзіміз көріп отырғандай мына пандемия көп нәрсеге өзінің жаңа әсерін жасауда. Сондықтан біз мүмкіндігінше барынша онлайн жасауға тырысамыз. Бірақ бұл әр жергілікті жердегі нақты жағдайға байланысты болады. Бірақ біз барлық мынау әлеуметтік желілердің беріп отқан мүмкіндігін, одан кейін жаңа YouTube бар, басқа технологиялардың барлығын толығымен пайдаланамыз. Және жаңағы кандидаттар жаңағы сөз дәйекті, айтатын әңгімесі уәжді болу үшін оларға көмек ретінде бір жағынан, екінші жағынан бұл біздің партиямыздың міндеті. Біз 216 аймақта 216 бағдарлама дайындадық. Яғни әр аймақтың, әр өңірдің, әр қаланың, әр ауданның Нұр Отан партиясы дайындаған өзінің 5 жылдық даму бағдарламасы бар. Біз бұларды сол агитацияның уақытында жер-жерде интернетке жаңағы жария түрде бұны ілетін боламыз барлығын. Яғни кез келген праймеризге қатысушы сондағы партияның жоспарларына, цифрларына, нақты сол өзі қатысып отырған аймақтың проблемаларына байланысты жасалған дүниелерге сүйеніп елмен сондай әңгіме сұхбат жүргізіп алады. Әзірге бір статистика бар ма? Қай өңір бізде белсендірек? Енді солтүстік деген сияқты, шығыс, батыс. Жалпы енді барлық жерде белсенділік жоғары деп айтуға болады.
барлық жерде белсенді. Енді әдеттегідей оңтүстік өңірлері үлкен белсенділік танытуда, әдеттегідей. Сонымен қатар мына Алматы қаласы азаматтар ғой негізінде осындай саяси мәселелерге, өзгерістерге болып жатқан. Сол жақта белсенділік жоғары. Бірақ енді пәлен облыста, пәлен ауданда белсенділік жоқ, немесе тым басым деп айта алмаймыз. Барлық жерде салыстырмалы түрде барлығы. Тағы бір үлкен бір мәселе бар. Ол енді әсіресе бір жергілікті деңгейдегі аудан әкімдерін білесіз ғой. Қанша дегенмен өзінің командасын сақтап қалу үшін, сол өз адамдарын сақтап қалу үшін ертеңгі күні дауыс ұрлап, бір қысым көрсеткен жағдайда сіздер қандай да бір шара қолдана аласыздар ма? Жалпы праймеризге дайындық барысында соңғы уақытқа дейін біз көп кездесулер өткіздік. Жерде арнайы жиындар өткіздік, семинарлар өткіздік. Барлық деңгейдегі атқарушы биліктегі Нұр Отан партиясының мүшелері, партияның жергілікті жердегі органдарындағы қызметкерлері барлығы ескертілген, олар біледі. Яғни партияның партиялық бақылау комитеті бар. Оның жерде өзінің бөлімшелері бар. Солардың барлығы, сонымен қатар жақтастар лигасы дегенде құрылды ғой, бұл бір жағынан қоғамдық бақылау. Яғни партиялық аппаратынан тыс бақылау бар. Барлығына ескертілген, егер көпе көрінеу, жаңағы адамдардың дауыс беру құқығын шектеу, болмаса оларға ықпал ету, жаңағындай бюрократиялық кедергілер көрсету фактілері анықталған болатын болса, партия мейлінше қатаң түрде шара қолданады, жазалайды. Қандай шара қолдануы мүмкін? Енді шараның түрлі түресі болады ғой. Тіпті партия қатарынан кету жөнінде талап қоямыз, егер керек болатын болса. Әкімдердің өзі? Әкімдердің өзі. Әкімдердің өзінде. Кім бақылаушы болады, кімдер бақылайды? Бақылаушы деген, мысалы, сіз егер партияның праймеризіне қатысам десеңіз, сіз өзіңізбен бірге кез келген адамды, бір ғана талап бар, ол партия мүшесі болу керек. Мен өзіммен бақылаушы алып келе аламын? Алып келе аласыз. Тура сол сайлаудағыдай ғой? Сайлаудағыдай сіздің қасыңызда жүрген бақылаушы құжаттармен танысуына, жаңағы сайлау учаскелері деп айтайықшы, сол жерлерге баруына, ол жердегі жағдайды тексеруіне, тиісті жаңағы аудио, видео жазбалар жүргізуіне толық қақысы бар. Егер бірдемемен келіспесе, шағымдануына, және оның регламенті бәрі жазылған, қай кезге дейін шағымдана алады, қанша уақытта қаралу керек деген сияқты. Әрине ол енді мен бақылаушы екенмін деп жаңағы комиссияның, ұйымдастыру комитетінің жұмысына кедергі келтіріп, байбалам салып, жөнсіз шу шығаратын болса, оған да қарсы шара қолданылады. Бәрі көрсетілген, жазылған, интернетте бар. Бәрі заңның аясында өту керек. Әлбетте, әлбетте. Жақсы. Бұйырса енді алдағы мәжіліс сайлауында Нұр Отан партия шамамен қанша дауыс жинауы мүмкін? Қанша пайыз? Енді мен бұл өзі негізі болжау айту деген өзі бір қиын дүние ғой. Қазір мен осыншама деп айтатын болсам, өзі Нұр Отанның өзі арқалаған жүгі ауыр болғандықтан ба, ой, мыналар шешіп қойыпты ғой деп тағы бірдемені шығарады. Сондықтан мен сізге пәленше цифр деп дөп басып айтпай-ақ қояйын, бірақ Нұр Отан партиясы еліміздегі ең әлеуетті саяси күш. Біздің партияның негізгі материалдық, техникалық, кадрлық, интеллектуалдық әлеуетіне шынын айтқанда енді сай келетін басқа бірде бір партия жоқ. Сондықтан Нұр Отан партиясы алдағы сайлауда Алла бұйыртса асқан басымдықпен жеңеді. Оны енді асқан басымдықтың процентінің қандай екен өзіңіз долбарлай беріңіз. Процент айтпаса әдемі жауап құтылып кеттіңіз. Рахмет. Енді Арман, шын айту керек, кейде бізде өзі 4 жылда бір ауыз сөз айтпай кететін депутаттар да жоқ емес, бар ғой? Әлбетте. Енді мына алдағы сайлаудан кейін Нұр Отанның партияның ішкі құрамы қаншалықты жаңарады, сол кісілер қайтадан қайтып келмей ме деген де күдік бар ғой барлығы. Енді біз жалпы негізі мүмкіндігінше жаңартуға тырысып бағамыз. Ол жаңағы біреу қисық істеді, анау дұрыс істеді деген әңгіме емес. Бұл негізі жалпы дұрыс саяси үрдіс негізінде солай болу керек. Ол кез келген жаңағы коллегиалдық орган дейді ғой. Ақылдасып көп дауыспен шешімге келетін орган міндетті түрде жаңарып отыру керек.
өз өмірдің заңы қазір біз қымқуыт ақпаратта басқа да өзгерістердің жаңағы жылдамдығы қатты күшейген заман ғой. Соған сай болу үшін әлбетте олар жаңарып отыру керек. Біз мүмкіндігінше мейлінше жаңартуға тырысамыз. Кейін баян ойлайтын, шетелдік парламент қарап отырсақ, бір заң жобасын талқылайтын алдында қызыл кеңірдек болып бір дауласып жатады. Шіркін бізде неге ондай емес екен деген сияқты. Алда сондай болады деген үміттер бар енді белсенді азаматтар жинайтын болсақ. Сіздің сөзіңізге қосыламын, әрине енді дауласу керек, басқа болу керек. Бірақ бізде кейде өткенде бір журналист бауырымызбен кездескен кезде де айттым. Жаңа бірінің бірі жағасын жыртып, төбелесіп жатқанды да көріп жатырмыз ғой. Ол шынында да неғыса да бұл демократияның көрінісі деп қарауға болмайды. Ол ең алдымен парламенттік мәдениеттің бар жоғын көрсететін мәселе. Мәселе біреудің басын жарып көзін шығарғанда емес. Мәселе жаңағы алдыңа қойылған сұрақты дұрыс талқылап, қажетті керекті деңгейде уәжіңді айтып, өзіңді сайлаған, өзіңе үміт артқан халықтың мүддесін қорғай білуінде ғой. Ол төбелескеннен не пайда, егер сенің төбелесің ешкімге әсер ете алмаса? Түбінде сен қарсы шыққан шешім қабылданып кетіп жатса. Сондықтан бұл жерде жеңіс депутаттық тұрғыдан алғанда, мен бүгінгі жұмыста жетістікке жеттім деген не нәрсе? Егер сенің айтқан шешімің қабылданса, онда сен жеңіске жеттің. Ал сен біреудің тұмсығын бұзсаң, бірақ аяғында басқа шешім қабылданып жатса, яғни сен депутаттық неңе сын деген сөз, қызметіңе. Бұрындар біздің халық нақты бір ұсыныс талаптарымен, өтінішпен осы бір отаның алдында, әкімдіктің алдында топтас жиналып жататын. Көп бала аналар болсын. Қазір енді әлеуметтік желі дамыған заман ғой. Қазір әлеуметтік желіде жазады, Фейсбукта. Осының барлығын қаншалық сіздер бақылап, мониторинг жүргізіп отырасыздар? Біз оны үнемі бақылауда ұстаймыз. Жер-жерде партияның қоғамдық қабылдау бөлімдері жұмыс істейді, ашылған. Мына пандемияның әсерінен сол жұмыс көбінесе онлайн режимде де атқарылып жатыр. Пандемия басталғалы бері партияға жүгінушілердің ұзын саны 6-7 есеге дейін өсіп кетті. Бұл әрине бір жағынан партияға деген сенімнің үлкендігін көрсетеді. Екінші жағынан адамдар партияға қай уақытта келеді? Көп жағдайда жаңа барар жер басар тауып қалмағанда келеді. Бұл бір жағынан елімізде қазіргі кезде қордаланып жатқан әлеуметтік мәселелердің көптігінде көрсетеді. Сондықтан егер партияның рейтингісі тұрғысынан алатын болсаң, бұл біз үшін бір жағынан жақсы жағдай деп айтуға болады. Екінші жағынан жалпы ұлттық деңгейде қарайтын болсаң, бұл әрине үлкен минус. Сондықтан біз оны жіті қадағалап отырмыз. Сонымен қатар партияның өзінің мониторингтік қызметтері бар. Барлығы жаңағы әлеуметтік желіде болып жатқан өзекті проблемалар, көпшілік көтеріп жатқан мәселелерді біз міндетті түрде жаңағы өзіміздің қойын дәптерімізге жазып, оны үнемі талқылаймыз. Соған байланысты өз жұмысымызды реттеп отыруға тырысамыз. Жалпы өзіңіз қаншалықты отырасыз әлеуметтік желіде? Қаншалықты белсендісіз? Енді мен Facebook желісінде және Instagramда өзімнің аккаунттарым бар. Мүмкіндігінше бөлісіп отыруға тырысамын партияның қазіргі қызметі, күнделікті болып жатқан жаңалықтармен. Басқа френдтер дейді ғой. Френді бар, басқасы бар. Солардың жазған, сызғандарын оқуға тырысамын. Негізі күнделікті қарап отырамын, негізінде. Бір керемет белсендімін, күндіз-түні содан шықпаймын деп айта алмаймын. Оған уақыт та жетпейді көп жағдайда. Бірақ бір мезгіл болса да қарап, елеп екшеп, жауап беретін нәрсеге жауап беріп отыруға тырысамын. Дарман мырза, қоғам білесіз ғой, бәсекедің бір орынға бәленбай адамнан келетін болса, оның бәрі бірдей өте алмайтыны белгілі. Әрине. Ертең тағы да шу шығаруы мүмкін. Оған дайынсыздар ма? Енді шу шығару дегенде мынандай ғой. Жаңа сөзің аузында, мысалы 3300-ден астам ғана мандат бар дейтін болсақ, енді оның бәрін, біріншіден оның бәрін 100% Нұр Отан алады, алмайды деп айту қиын, дұрыс қой. Басқа да партия, басқа да жұрт бар дегендей. Сонда, мысалы, өтініш бергендердің ұзын саны 10 мыңдай болса, мүмкін одан да көп болар. Кем дегенде 6-7 мың адам, яғни ол тізімге кірмейді деген сөз. Түсініп тұрсыз ба? Ұтылады деген сөз да, енді ертең депутат бола алмайды деген сөз. Сондықтан біз кеше де мен бір жерде айттым, бүгін де қайталап айтамын. Жалпы бұл праймериз, бұл тек қана
жетекші партия Нұр Отан үшін ғана сын емес. Бұл біздің қоғам белсенділері үшін, жалпы біздің азаматтар үшін сын. Біздің қоғам өкілдерінің саяси деңгейі, саяси бәсекеге қатыса алу, жеңу немесе жеңілуді мойындай білу қабілетінің қаншалықты екенін көрсетеді. Сондықтан жеңілу де болады, жеңіс пен жеңілу қатар жүреді ғой, өмірде де сондай. Сондықтан кез келген праймеризге қатысам деген адам әрине жеңістен әрқайсысының үміті бар. Бірақ дегенмен алда-жалда жеңіліп қалсам, мен осыған көнемін. Енді көпе-көріне бір заң бұзушылық, болмаса біреуге біреу жаңағындай кедергі келтірген, заң бұзған жағдай болмайтын болса, шын мәнінде сенің сөзіңнен гөрі сенің қарсыласыңның сөзі өтімдірек болса, ол шын мәнінде жеңетін болса, енді қандай мәселе болуы мүмкін. Сондықтан егер ішінара бір келіспеушіліктер болып жатса, біз барынша мейлінше түсіндіруге тырысамыз. Жалпы біз партиясының ішкі асханасын білмейміз ғой. Кез келген депутат мәлімдеме жасамастан бұрын бірінші фракцияның рұқсатын алу керек па? Ол кез келген жағдайда дәл солай деп айтуға болмайды. Ол жаңағы көтеріліп отырған мәселенің саяси өзектілігіне байланысты, оның қандай әлеуметтік топтарға қатысы барлығына байланысты, ол сыртқы дүниеге байланысты ма, мысалы мемлекеттің сыртқы саясатына тиесілі нәрсе ма деген сияқты көптеген компоненттерден тұратын нәрсе. Әр жаңағы мәлімдеме жасау ой елегінен жеке-жеке өткізіледі. Арман мырза, енді бұның алдында Алматы сияқты бір үлкен мегаполисті басқардыңыз, әкім орынбасары болдыңыз, Енді ойлаймын, Алматыға басшылық еткен адам одан кейін кез келген жұмысты алып кетеді деп. Бір жүзеге асырған, мынау менің жұмысым деп айта алып, бір екі жобаны айтыңызшы. Және жүзеге асыра алмай кеткен. Дәл қазір еске түседі ма? Енді Алматыда елбасының шешімімен қазіргі партия төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Қыдырғалиев Байбектің өзінің ұсынысымен Аллаға шүкір 4 жылға жуық әкім орынбасары болып қызмет еттім. Оған дейін де бір жыл жарым қызмет еткем аудандық деңгейде. Енді есте ерекше қалғаны универсиада. Енді жаңағыдай қоғамдық үлкен деңгейдегі, халықаралық деңгейдегі шара дейтін болсақ. Универсиада, содан кейін есте қалып кеткен Алматы қаласының 1000 жылдығы деп ойлаймын. Есте қалған мәселе біз қызмет еткен жылдары мына ұлттық интеллигенциямен, менің өзімнің жеке пікірім, ойымша, ол біздің басшылықтың, қала әкімінің сол кездегі Баукеңнің де тапсырмасы сондай болды. Елбасының тапсырмасы ең алдымен ұлттық интеллигенциямен, ұлттың жыртысын жыртып жүрген азаматтармен арадағы әкімдіктің қарым-қатынасы менің ойымша жоғары деңгейде болды. Соның арқасында көптеген өзекті мәселелер айқай-шусыз далада емес, кабинеттерде, мәжіліс залдарында шешіліп отырды. Енді айта берсек көп қой, енді атқарған жұмыс. Негізгі есте қалғаны сол деп ойлаймын. Енді бір басын бастап аяқталмай кеткен жоба бар ма? Шіркін аяқ тәрізді біраз отырған болсын нәрсе түбіне дейін жеткізер едім деген сияқты аяғына дейін. Мен енді өз тарапымнан емес, жалпы әкімдіктің тарапынан айтайын. Жалпы әкімдіктің сол кезде қала әкімі Байбек мырзаның жоспары болған, Алматы қаласының орталығын абаттандыру жұмысы жүргізілді ғой. Негізінен тарихи орталық көпшілік абаттандырылды. Осы жұмыстарды мен жаңағы спиральді түрде барлық Алматының түкпір-түкпіріне, ауданына жеткізем деген бір жоспар болған негізі. Енді менің ойымша сол іске аспай қалды. Енді оған просто уақыт жетпеді, орысша айтқанда. Сонымен қатар Алматының туристік әлеуетін мейлінше көтерсек деген үлкен жоспар болды. Бірақ туристік әлеуеті айтарлықтай көтерілді. Таудағы жаңағы жасалынған істерге байланысты универсиаданың аясында тауда жаңағы тау шаңғысымен жүру кластерін құрамыз дегенде ой болды. Түрлі себептермен осы істер іске аспай қалды. Ең бастысы уақыт жетпей қалды. Сұхбаттарыңыз қарап отырсам, көбінде ресми сұхбат беріп жатасыз. Жалпы Қазақстан Республикасы қарапайым азаматы ретінде Арман Қырықбаев мырза не алаңдатады? Кез келген көз ашық азамат ретінде мені шын ертең балаларымның болашағы алаңдатады.
қалай болады, қандай мемлекетте өмір сүреді. Тиісті, өзіне қажетті, ертең өз қолы өз аузына жететіндей білім ала ма, еліне қызметі атала ма деген мәселе мені алаңдатады. Баламның үлкені 17-те қазір. Уақыт деген зымырап өтіп жатыр. Қарап тұрсаң өсіп қалды. Бүгінгі таңда кәдімгідей интеллектуал деңгейде өзімен пікірлесесің, сұхбаттасатын дәрежеге жетіп жатыр. Мен енді жасым 40-тан асқаннан кейін бәлки осы мәселе көбірек алаңдататын болу керек. Үйде қандай әкесіз? Енді оны бағасын өзге жұрт береді ғой, енді менің отбасы мүшелерім. Жалпы жаман емеспін деп ойлаймын негізінде. Уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге рахметімізді айтамыз. Аман болайық, індеттен аман есен құтылайық. Рахмет. Құрметті көрермен, оқырмандар, Бақ.кз ақпараттық порталын оқып, біздің Желмая жобасын қарай жүріңіздер. Айымы жарық, күніңіз нұрлы болғай.